қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің тоңазытқышымды көрсететін боламын. Кеттік. Менің тоңазытқышымдағы ең маңызды 5 өнімге тоқталайын. Ол әрине яблочный уксус. Бұл бізде асқазандағы тұз қышқылын көтеруге арналған өте маңызды өнім болып табылады. Натуральный формасын алуға кеңес беремін. Және де міндетті түрде стеклода болу керек. Екінші өнім ол масло гхи. Яғни бұл қорытылған май. Лактозасы жоқ, қорытылған май. Біз бұны безглютеновый нандарға жағып жейміз, немесе тамаққа қосуға болады. Костный бульон. Яғни бұл кәдімгі сахарный костелардан жасалатын коллагенге бай, біздің ағзамызға өте керек, маңызды суперфуд деп айтуға болады. Әрбір адамның тоңазытқышында болу керек. Әрине ол көкөністер, брокколи, біз бұны жиі қолданамыз. Бұл бізде мықты антиоксиданттарға бай өнім болып табылады. Көбінесе сорпаға қолдануға болады. Мен қазір 5 айлық қызыма пюре жасап жүрмін. Әрине ол чеснок, антипаразитарный, және де антиоксиданттарға бай тоже өте керекті өнім, салаттарға, тамақтар қосуға болады. Сосын зелендер, редька. Одан кейін әрине бұл менде свекла, қызылша. Одан кейін оливковое масло, зәйтүн майы. Зәйтүн майымен көбінесе мен тамақтарға, әсіресе салаттарға заправка жасауға қолданамын. Одан кейін кокосовое масло, бұл мощный антисептик. Таңертең ауыз шаюға және де тамақтарға, выпечкаларға қосуға болады. И лимон. Лимонды біз көбінесе сумен қолданамыз, және де яблочный уксусының орнына қолданамыз. Кейде салаттарды немесе балық дайындаған кезде бұл бізге таптырмайтын өнім. Одан кейін бізде бөдененің жұмыртқасы. Бұл біздің ақуыздарымыз, ақуызға өте бай өнім. Бөдененің жұмыртқасын шикілей жеуге болады, немесе пісіріп жеуге болады. Көбінесе мен балаларға пісіріп беремін. Бұл бізде тауықтың жұмыртқасына қарағанда аллергия тудырмайтын, гипоаллергенный және диеталық жұмыртқа болып табылады. Сондықтан біз бұны көп қолданамыз. Осымен менің тоңазытқышыма кішігірім обзор бітті. Егер тағы да осындай пайдалы ақпараттарды көргілеріңіз келсе, менің кухняма үңілгілеріңіз келсе, онда мен сіздерден қолдау күтемін. Көп лайктарыңызды аямаңыздар.